Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздерменен бірге Балнұр. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге ең қазіргі кезде хит болып жатқан фисташковый рулетті жасап көрсететін боламын. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Бұл рецепттің түрі бір жасағаннан өте әдемі, керемет болып шығатын түрі. Міндетті түрде дәл осы ингредиентпен жасап көріңіздер, және де сұрақтарыңыз болып жатса комментарийге жазып қоя берсеңіздер болады. Мен міндетті түрде жауап беремін. Алдыменен бізге жұмыртқамыздың ағуызы қажет. Оны таза құрғақ ыдысымызға салып, үстіне шекерімізді қосамыз дағыны, және де шым-шым тұз сеуіп, миксерменен жақсылап араластырып аламыз. Бұл жерде ең маңызды айта кететін нәрсе, ағуызымыз салынған ыдыс міндетті түрде құрғақ және де таза болу қажет. Сол кезде біздің жұмыртқамыздың ағуызы әдемі болып көтерілетін болады. Крем тәрізді болып қоюланады. Міне дәл видеодағыдай болып, керемет болып шығады. Қараңыздар, қоюлығы әдемі болды, өзінің қалпын әдемі ұстап тұр. Енді біз мұның үстіне фисташковый мукамызды қосып, осылай лопатканың көмегімен әдемілеп жайменен араластыратын боламыз. Бұл жерде миксерді немесе венчикті қолданбаңыздар, себебі ол кезде жұмыртқалы ағуызымыз сұйық болып, өзінің қалпын бұзып жіберу мүмкін. Сол себепті жай ғана лопатканың немесе қасықтың көмегімен араластырсаңыздар болады. Енді мен осылай кремді салатын арнайы целлофанға салып аламын, өзіме ыңғайлы болу үшін. Қазір біз формасын жасайтын боламыз, соған кішкене көмек болады. Осылай қоспамыздың жартысын, мен жарты бөлігін салып алдым. Енді кішкене төртбұрышты форма жасап, әдемі қылып формасын келтіретін боламын. Қалған бөліктердің ортасына барлығын орналастырып, біркелкі етіп жайып шығамын. Ешқандай да қиыншылығы жоқ, бәрі оңай және де тез дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл кез келген үй жағдайында жасауға болатын түрі. Енді біз кремін жасауға кірісеміз. Ол үшін сүзбелі ірімшігімізді осылай миксерменен алдыменен жақсылап араластырып, өзін шайқайтын боламыз. Кішкене қалпын ұстағаннан бастап, осылай үстіне қант ұнтағын қосамыз. Қант ұнтағы кез келген ұнтақ бола береді. Тек барлығын міндетті түрде өлшеп қосатын боламыз. Енді екеуін жақсылап тағы да араластырып болған соң, кілегейімізді қосып, аздаған мөлшерден қоса отыра жақсылап шайқаймыз. Бірақ артық мөлшерден көп шайқамаңыздар, ол кезде қалпынан бұзылып кетеді. Коржымызды осылай толығымен суытып аламыз. Содан соң үстіне осылай кремімізді жағып, ортасына, арасына салмасын орналастырып шығатын боламын. Сіздер өздеріңіз салмасына кез келген жеміс-жидекті қоссаңыздар болады. Банан немесе алма, өздеріңізге ұнаған жеміс-жидекті қосып орасаңыздар болады. Мен өзім ежевика менен малинаны орналастырып шығатын боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, колокольчикті басып қойсаңыздар болады, себебі алда әлі көптеген жаңа видеолар салынатын болады, көптеген тәттілер түсірілетін болады. Міндетті түрде колокольчикті басып, және де кез келген сұрақтарыңызды комментарийге жазып қойыңыздар. Мен міндетті түрде ашып оқып, және сіздердің қалауларыңыз бойынша рецепті түсіретін боламын. Менің инстаграм парақшамда да көптеген видеолар бар, онда да қызықты стористар, видеолар болады. Міндетті түрде инстаграм парақшама өтіп, тіркеліп қойсаңыздар да болады.
Енді креміміздің аздаған мөлшерін осылай алып қалған болатынмын. Оны осылай бетіне жағып, әсемдеп, жемшелекті орналастырып шығу үшін қолданатын боламыз. Бұл рулетті кез келген жағдайда жасап пісірсеңіздер болады, себебі ең оңай және де тез дайын болатын түрі. Міндетті түрде дәл осы ингредиентпен жасап көріңіздер және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, достар. Дастарханыңыздың көркін ашып, кез келген қонақтарыңызға әзірлеп, дайындап берсеңіздер, өте дәмді және де бір жасағаннан керемет болып шығатын рулеттің түрі. Менің каналымда көптеген рулеттердің түрі бар. Меренговый рулет, маковый рулет, болмаса фисташковый рулет және де көптеген торттардың рецепттері бар. Міндетті түрде каналыма өтіп, тіркеліп, видеоларымды көріп шығыңыздар. Мінекей достар, біздің рулетіміз дайын болды. Өте тез әрі дәмді болып шығатын рулеттің түрі. Дәмі деген өте керемет және де жұп-жұмсақ болып шығады. Жеміс-жидектермен өте дәмі сондай сочный болып шығатын түрі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, достар. Бұл кез келген үй іштеріңізге және қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Кішкентай қыздарыңыз, ұлдарыңыз болса, міндетті түрде жасап берсеңіздер, әрі витамин, әрі өте дәмді, үй жағдайында жасалған, барлығының құрамы табиғи заттардан жасалған, ешқандай да зияны жоқ. Дүкеннен сатып алғанша осылай үй жағдайында жасап, әзірлеп берсеңіздер кереметтей болады. Достар, менің каналыма міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, себебі сіздердің әрбірлеріңіздің қолдауларыңыз мен үшін үлкен қуаныш. Астарыңыз дәмді болсын.